Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді мини пиццалар дайындайтын боламыз. Ол үшін кеңірек ыдысымызға жылы суымызды, құмшекерімізді, тұзымызды және де ашытқымызды салып, барлығын қасықпен араластырамыз. Сонан соң сұйық майымызды қосып араластырамыз және де міндет түрде ұнымызды електен өткізе отырып қосып араластырып қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң аздап майлаймыз және бетін пищевой пленкамен жауып жылы жерге жарты сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша салмамызды дайындаймыз. Шұжықтарды соломка етіп тураймыз. Қызанағымызды ортасынан бөліп, жіңішке етіп турап шығамыз. Және ірімшігімізді ұсақ үкіштен өткіземіз. Жақсылап көтерілген қамырымызды теңдей 10 бөлікке бөлеміз. Менде әрқайсысы шамамен 80 граммдай шықты. Енді пергамент қағаздың бетіне қамырларымызды қойып, қолымызбен жайып шығамыз. Бір лайфхак, осылай алақанымызбен қолымызды майлап жаятын болсақ, өте оңай және тез жайылатын болады. Әрқайсының бетіне аздап кетчуптен жағамыз және де салмамызды салып шығамыз. Салмасына кез келген салма пайдалансаңыздар болады. Мен осылай шұжықтарды саламын, үстінен қызанақтарын салып шығатын болам. Қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 10 минут пісіріп аламыз. Пісіп дайын болған пиццамыздың бетінен үкіштен өткізілген ірімшігімізді сеуіп, тағы да 2-3 минутқа ірімшігіміз ерігенше сала тұрамыз. Достар, біздің пиццамыз дайын болды, өте жұмсақ болып шықты. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің арнамда бұдан да басқа оригинал пиццалардың рецепті бар, қарап көрсеңіздер болады.